Бұның кіру бағасы 2000, шығатын табыс көзі 8000 теңге. Одан кейін жаңағы одан да түсіріп 1000 теңге жасады. Бұл күн шапағаты деген бағдарлама. Күн шапағаты жаңа 1000 теңге, $1000 кіресіз де, жаңа шығу бағасы $4000. Одан кейін жаңағы бір кризистер уақыттар болды ғой, жаңа дағдарыс уақыттары. Сол кезде жаңағы біздің одақтас республикаға келіп кіреді де, жаңағы екінің бірі жаңағы $1000 кіре алмайды. Себебі бұл да үлкен ақша. Сосын жаңағы Евробит деген тағы бір бағдарлама шығады. Бұл да екі бөлімнен $170 кіріп, жаңа $250 өтетін. Бұл енді қол жетімді. Бұнда жаңағы деген, мына 170 кіргенде шексіз $300 алып отырасыз. Одан кейін 250 өткенде жаңа шексіз $750 алып отыратын мүмкіндік бұл. Одан кейін былтыр 2018 жылдың апрель айында жаңа біздің Қазақстанға келді. Қазақстанда $170 көп ақша болғандықтан жаңа $45 Қазақстанға келіп кірді бизнес. Жаңа $45 енді біреуге көп, біреуге аз деп жаңағы екі аккаунтпен кіретін қылып жасаған $90. Біреуін ақша табу үшін, екіншісі жаңағы қаржыландырып ары қарай өткізіп отыру үшін. Енді жаңа мен сізге осыдан бастап түсіндіріп айтып кетейін. Негізі мына $1000 бастап мына бонустың накопительный программа дейді. Қаржылық жинақтау программасы, бағдарламасы. Сізге қайсысын айтқан тиімді? Мынадан жасайын, да? Жақсы. Енді қараңыз. Жаңа $90 мен өзіңіз келдіңіз. $90 теңгеге ауыстырғанда қанша соны сразу айтып кетіп отыр, Нұрсұлу? Міне $90. Бұл жаңа қазаққа теңгеге аударғанда бұл 7000 теңге. Бұнда екі аккаунтпен кіресіз. $45 бір орын, $45 екінші орын. Яғни сізде екі орын болады. Компанияның жалғыз ақ шарты қай бағдарламаға кірсеңіз де міндетті түрде екі адам шақыру керек. Жаңа, енді сіз деген мысалы, ұлдос мысалы, кімді шақырғыңыз келеді? Кімге осы мүмкіндікті мысалы деген айтып түсіндіргіңіз келеді? Осындай керемет жақсы мүмкіндік бар деп. Жоқ, түсініктірек болу үшін есімін айтсаңыз өзіңіз. Роза. Міне Роза. Міне Роза келді, да? Ол кісіде жаңағы сіз сияқты екі аккаунтпен кірді. Екіншісін кімді шақырасыз? Ақтидар. Ақтидар. Маған кетті череп. Қайдан еді? Ақтидар. Міне, екі адам шақырдыңыз. Енді бұл адамдарға да біз түсіндіреміз ғой. Әрқайсысы өзінің екі адамын әкелу керек, та? Мысалы деген, міне Роза өзің кімді шақырады мысалы деген Роза? Оның айналасын білесіз ғой, окружениесін. Ләззат. Міне Ләззатты шақырды. Ләззатты екінші? Екінші қызы мен ағысына подружкасы. Давайте Сәуле дейік. Сәуле. Енді Ақтидар кімді шақырады? Ақбота. Айнұр. Ақбота. Айнұр. Міне қараңыз. Енді деген жаңа компанияның шартын сіз орындадыңыз. Екі адам шақырдыңыз. Әрқайсысы өзінің екі адам шақырғанда, мына Роза өзінің екі адамын шақырғанда сізге мына жаққа $170 түсті. Енді Ақтидар өзінің екі адам шақырғанда мына екінші жағыңызға $170 түсті. Осы 170-тің біреуін сіз келесі жаңа Евробит бағдарламасына өткізесіз. Бұл да компанияның шарты. Енді сіз деген бұнда келгесін бірден ақшаны алып кетіп емес, ар жағында қаржы жаңа жинақтап, одан да көп ақша алуыңыз керек қой. Сондықтан, мына екінші 170-ті қалтаңызға шығарып аласыз. Бұл жаңа сіздің таза пайдаңыз. Енді қараңыз, $90 мен кірдіңіз, $340 табыс көзін таптыңыз. Жақсы ғой? Ештеңе жоғалтқан жоқсыз. Енді бұл жерде де жаңағы реинвест деген бар, ары қарай да табыс табуға болады. Ол үшін жаңа 170-тен сіз 90-ды қайтадан салып, мысалы команда жаңа спонсорыңыз атынан жаңағы қайта осы адамдарды артыңыздан келгенде қайтадан $340 шығады да, соның 90-ды сала отырып $250 мына жерде шексіз алып отыра аласыз. Бұл енді өзіңіздің жаңа қалауыңыз бойынша. Енді екінші мысалы 170-іңіз келесі программаға өтті, онда кішкене матрица өзгешелеу. Ол кезде мысалы мына жерде жаңа спонсорыңыз тұрады. Мысалы деген сізді Бибісараға шақырып отыр. Мына Бибісара 1, Бибісара 2, Бибісара 3 деген тұрады. Сіз келіп тіркелгенде сіз жанына келіп түсесіз. Мына ұлболсын 1, ұлболсын 2. Жаңа
мында үнемі сізге деген жаңағы сыйлыққа орын беріп отырады. Бұл жерде жаңағы сіз ақша тікелей адамды 170 де шақыруға болады мында. Немесе өзіңізде осыдан бірден кіруіңізге болады. Немесе жаңағы мына Grow Plus-тан 170-ке шығып келген адам артыңызға келеді. Мына қараңыз, мына жаққа сізге Роза келді. Роза да сіздің іс амал әрекеттеріңізді қайталап, ол да 170-ке шықты да сіздің артыңыздан келді. Мына Роза келді, жаңағы мына жерге Ақдидар келді. Матрица бөлінді, Бибісарапаға $300 түсті. Ал сізге жаңағы мына орындарыңыз үшін мына Розадан $6 түсті. И Ақдидардан $6 түсті. Екі адам шақырдыңызда $12-ға ие болдыңыз. Енді сіз матрица бөлініп кетесіз. Жаңағы мына ол болсын 1, ол болсын 2, ол болсын 3. Компания сізге сыйлыққа орын беріп жатыр. Жаңағы Роза Бибісарапамен қалды да, Ақдидар сізбен шықты. Міне Ақдидар 1, Ақдидар 2. Енді Ақдидар өзінің екі адамын тікелей 170 де шақыруына болады. Немесе мына Grow Plus-тан жаңағы Ақтолқын мен Айнұр екеуі жаңағы мынадан 170-ке шығып келгенде, сіз жаңағы мысалы Ақтолқын жаққа келді. Кім Айнұр екінші жағына келді. Матрица бөлінді. Матрица бөлінді де сізге бірінші $300 шықты. Бірінші $300-дан $250 жаңағы мына Евробиттің екінші бөліміне өтті, $250-мен. $25-да бір-ақ рет компания жаңағы бэк-офис үшін істейді. Мына сізге бэк-офис ашылған үшін. Енді одан кейін қараңыз, сізбен бір адам үнемі қалып отырады деді. Ақтолқын қалды, он екі адамын шақырғанда өзінің, сіздің мына екінші орныңызға $300 түседі. Осыдан бастап сіз шексіз $300 алып отырасыз. Себебі деген жаңағы компания сізге адамдар келген сайын жаңағы қосымша сыйлыққа орын бере береді. Енді мына орныңыз мынау кетті, мына орныңыз кетті, сізге ол болсын 4, ол болсын 5 деген орындар бере береді. Себебі бір адам өзіңізбен үнемі қалып отырады. Мына бірінші Ақтолқын бірінші адам сізбен қалды, ол өзінің екінші адамын жаңағы өзінің екі адамын алып келгенде, сіздің келесі орныңызға тағы да $300 шығады. Осы жерде түсіндіңіз ғой, да? Сонда мында шексіз $300 мен жаңа $6 алып отырасыз. Әр адам келген сайын. Жаңағы бұл жерде жаңағы мына 250 мен ары қарай өттіңіз, 250-де тап осылай матрица деген. Мында уже мына 250-мен сіз келдіңіз. Артыңыздан жаңағы 250-ге шығып Роза мен Ақдидар келді. Розаның екі адамы келді, Ақдидардың екі адамы келді. Сізге мына жерде уже $1000 табыс көзі түседі. $1000 табыс көзі түседі. Бұны біріншісін біз алмаймыз, бірден күн шапағаты деген келесі бағдарламаға жібереміз. Күн шапағатына өтесіз. Енді бұл жерде жаңағы шексіз $750 алатын мүмкіндік бар. Ол қалай? Мысалы деген жаңағы сіз деген $1000 мен келесіне кеттіңізде, мұнда мысалы деген қайтадан $300 шексіз шығып отырады ғой жаңағы 170 бағдарламасында. Сол кезде тағы да жаңағы спонсордың артынан 250 мен қайтадан кіріңізге болады. Осы мына өз адамдарыңызда тап солай сізден ренжіс жасап қайтадан артыңызға кіргенде сізге қайталап $1000 шығады. Сол $1000-ды 250-ін салып отырасыз да жаңағы, ал $750-ын шексіз алып отыруыңызға болады. Бұл опять-таки өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мысалы өзіңіз шексіз ақша алып отырғыңыз келсе саласыз. Ал керек емес десеңіз, мына орныңыз жойылып кетті де сіз $1000-мен жаңағы күн шапағатына өттіңіз. Енді күн шапағатында да тап осы бағыт. Мысалы деген күн шапағатына мысалы $1000-мен кірдіңіз. Онда осы 6 адамыңыз немесе тікелей $1000-мен де шақырып алады адамды. Онда да осы 6 адам келгенде сізде жаңағы $4000 шығады. $4000-дың $2000-ы жаңағы келесі Сан-Метрополисов деген программаға өтеді. $1000 сіз деген жаңағы $1000-ды қайтарып аласыз. Қалған $1000 реинвестке кетеді.
бұл жаңағы неде программада автоматты түрде сіздің шақырушыңыз Бибісара апаның артынан бірден сіздің орныңызды жібереді реинвестке. Бұл реинвест деген қайталап ақша алу. Осы адамдарыңыз қайтадан барлығы да 4 мыңға шығып, жаңағы $1000 сізге реинвестке кеткенде сізге қайталап $4000 түседі. $4000-дың $1000 үнемі реинвестке кетіп отырады. Енді оның айырмасы $3000-ды сіз осыдан бастап шексіз алып отырасыз. Жаңа күн шапағатындағы шексіз алып отыратын табыс көзі. Бұл теңгеге аударғанда 1.140.000 теңге. Қазір ермек уже 2 рет алып отыр осыны. $3000-ды. Уже құдай қалса үшіншісі шыға беріп отыр. Себебі команда келген сайын шыға береді. Біздің бар мақсатымыз адамдарға осы мүмкіндікті жеткізе беру. Енді жаңағы Сан Метрополисофт мына $2000 кіргенде, жаңа мына $2000 келдіңіз, 6 адамыңыз келгенде сізге $8000 түседі. Ол программада реинвест жоқ, яғни біз ол кезде табыс таппаймыз. Енді жаңағы сол 8000-мен тұрдыңыз ғой келесі жаңағы Арман аралында. Одан жаңағы 6 адамыңыз келгенде сізге $32,000 шығады. Бұнда да реинвест жоқ. Енді жаңағы ең соңғы Сан Метрополисофтың жаңағы Арман аралы, Сан Метрополис дейді, бұның Арман аралы енді Жеңіс аралына $32,000 өткен кезде нағыз ақшаның көп жері сол. Мысалы 32-мен сіз сонда өттіңіз. Сол жүретін бар 6 адамыңыз. Жаңағы артыңыздан осы 6 адамыңыз келгенде сізге $128,000 табыс көзі түседі. Бұның 96,000-ын, 32,000-ын программа бірден сізді реинвестке жібереді. Жаңа шақырушыңыз артынан сразу орныңыз 128-ге шықтыңыз, сразу 32-мен Бибісара апаның артына барып тұрасыз. Енді қалған $96,000-ын сізге шотыңызға түсіреді. Осы $96,000-ға шыққан уақытта компания сізге солтүстік Кипрден үй ұсынады. Неге солтүстік Кипр? Солтүстік Кипрді мысалы деген өте жақсы ел, туризм дамыған ел, адамдар деген рахаттанып демалатында, сол демалып қана қоймай, біздің компания арқылы олар жаңағы баспана сатып алуларына болады. Ол баспананы жалға беріп, жаңағы ай сайын арендасын алып отырады. Ол уже жаңа пассивтік табыс көзі. Егер деген ол неден солтүстік Кипрден үй алмайын десеңіз, мына ақшаны сіз деген шотыңызға шығарып аласыз. Ол кезде жаңағы 15% шегеріп қалады да, жаңа $81,600-ды сіздің қолыңызға береді. Қалай ұлысын, ұнады ма? Осындай ақша тапқыңыз келеді ме? Мысалы қазір қарап тұрсаңыз,